Мені бала кезден мамам қатты қинады. Андай бүйтіп қинаған жоқ енді. Андай қатты қинады. Менен әнші шығарғысы келді бала кезде. Мамалардың любой фетиші бар, әнші боласың деді. Маған әнші, мен бала кезден мен телевизорда мультик қарамайтын. Мен Қайрат Нұртастың кештерін қарайтын. Мама айтатын, Қайрат Нұртас жатта ертең сахнада керек болады. Мен Далбоеб сияқты 5-ші класста далада құм ойнаған орнына бүйтіп Далбоеб тұрсам. Сөйтіп мама маған апта сайын шикі жұмыртқа беретін. Что мен тамағым жақсы, тамақ болмады ма үйде білмеймін. Шикі жұмыртқа беретін. И все таки мені әнші балапанға апарды, ана әнді жаттадым, айтады типа патриотический ән болса саған бірінші орын береді да, арайлап таным, асқақтап тауым деген ән бар ғой, соны жаттатқызды. Бля, маманың логикасын түсінбедім, бля, арайлап таным, асқақтап тауым, бля. Бардым, сахнаға какие шоуман, аппақ костюм киіп алғам. Пиздец, шықтым, бля, шықтым да жанып тұрмын. Бүкіл райондағы бүкіл мектептер